Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен крипто базар және де мен бүгін сіздерге бір аптада бір NFT ойыннан 100 мың теңге таптым. Сол жайлы айтып беретін боламын. Барлығын басынан аяқ. Сол себепті де міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыздар міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал енді қараңыздар, проект Farm World тонның экосистемасында NFT ойын. Бұл жерде ең бірінші біз не істейміз? Ең бірінші біз инструменттер сатып алуымыз керек. Инструменттер бізге ресурстар алып келеді, яғни ағаш, ет, алтын. Үш түрлі ресурс бар, және де үш түрлі инструмент бар. Болашақта мүмкін инструменттер қосады, мүмкін ресурстар қосады, әлі ешкім білмейді. Маған дәл қазір осы ойын күніне 3-7 тонн алып келіп жатыр. Доход, таза пайда 3-7 тонн алып келеді. Ол деген 10 мың теңге әр күн сайын. Мысалы, қазір мен бұл проектке қалай кірдім? Бұл проектке мен пастармен кірдім, яғни дроптан бук сатып алып, сол кезде кірдім. Бұл жерде мысалы предпродажа 2 рет болды. Букстардың предпродажасы 2 рет болды. Біріншісі 2 тонға, екіншісі 4 пен 6 тонға. Яғни біз 2 букс ала алатын едік. Бірінші букс 4 тонға, екінші букс 6 тонға. Мен 10 тонн салып 2 букс алдым. Бірінші букстан маған осылай балта түсті, осындай. Ең арзан балта түсті. Ал екінші букстан маған ең қымбат алтын алып келетін кирка түсті. Қазір мен сіздерге инструменттер жайлы айтып беретін боламын. Дәл қазір сіздер букстар сатып ала алмайсыздар, бірақ крафтить етіп кіруге болады инструменттерді. Крафт дәл қазір өте қымбат тұрады. Мен бұл проектке әрине сіздерге кіріңіздер демеймін, себебі проектте риск бар. Өзіңіздің салған ақшаңызды оккупайт ете алмай қалуыңыз да мүмкін. Мысалға алатын болсақ, қазір мен сіздерге айтып беремін. Мысалы, инструменттердің 3 түрі болады: ағаш, ет, алтын алып келеді. Қазір мен сіздерге соны көрсетемін. Міне менде ағашты бізге балталар алып келеді. Ең коммонный, ең арзан балта, ең аз доход алып келеді. Одан кейін uncommon, орташа балта, орташа доход алып келеді. Рар, ең қазіргі кезде ең мықты балта, және де ең көп ағаш алып келеді. Одан кейін ет алып келетін дәл солай садақтар, 3 түрлі садақ: common, uncommon, рар. Одан кейін голд алып келетін тек қана common ғана бар. Себебі голд алып келетін басқа инструменттер жоқ, тек қана бір ғана инструмент бар. Қазір мен сіздерге крафттардың бағаларын айтамын. Крафттар. Бізге ең арзан балтаны крафтить ету үшін бізге 7 тонн керек. 7 тонн деген ол қазіргі ақшамен білмеймін, енді $45 болады. Қазір есептеп көре салуға болады. 7-ні көбейтеміз 6-ға, $42, көбейтеміз 455-ке, 20 мың теңге болады екен бір ең арзан балтаны крафтить ету. Әрине өте қымбат. Рой деген өзін өзі оккупайт ететін уақыты 53 күн. Күніне 0,15 тонн алып келеді. Но крафтить етуге не стоит былайша айтқан кезде, себебі 50 күнде бұл проектпен не болатынын ешкім білмейді. Сіздің ценасы түсіп, ресурстардың ценалары құлай беруі мүмкін, және де сіздің оккупаймыңыз өсіп кете береді. Яғни 300 күн, 400 күн и өмір бақи оккупайт ете алмайтын жағдайға дейін жетеді. Екінші предмет, екінші ағаш алып келетін, яғни uncommon инструмент, 41 күн рой қазір өзгеріп кетті. 22 тонға крафтить етеміз. Бұл енді өте қымбат. Одан кейін ет алып келетін инструменттер, крафттардың ценалары жазылып тұр. Осы жерде 3-69 тонға крафтить етеміз. 32 күнде ройы, яғни өзін өзі 32 күнде оккупайт етеді. Былайша айтқанда дәл қазір инструменттер крафтить ету невыгодно. Если крафтить еткен кезде, мысалы, common мен uncommon крафтить ету невыгодно. Крафтить ететін болсақ бізге, мысалы, рарный садақ, ең мықты садақ крафтить етуге болады. Күніне 2-92 тонн, яғни 10 мың теңгедей алып келеді. Жоқ, 10 мың теңге емес, 7-8 мың теңгеде алып келеді. Крафт бағасы бірақ 59 тонн. 59 тонн ол деген 6-ға $354. Әрине өте қымбат. Но рой 20 күн. Басқаларына қарағанда рой хотя бы жақын, ең жақын рой. Жоқ, ең жақын рой, қателеспесем, алтын алып келетін кирка. Дәл қазір 73 тонға біз крафтить ете аламыз. Алтын алып келетін кирканы біз 73 тонға крафтить ете аламыз. Но $438. Былайша айтқанда Қазақстанның теңгесімен 200 мың теңгеге крафтить ете аламыз. Күніне 3-56 тонн алып келеді таза пайда. Өзі оккупайт ететін бағасы 20 күн. Көргендеріңіздей крафт қазір өте қымбат.
менен көп адамдар осы Farm World жайлы менде пост болған, содан кейін көп адамдар маған жазып жатыр, типа видео жасашы деп. Міне видео жасадым, бірақ қазір крафт менің ойымша өте қымбат. Білмеймін енді ары қарай, мүмкін қазір кіргендер оккупать ете алады өзін, мүмкін ешқашан оккупать ете алмайды. Ал предпродажа пактармен кірген адамдардың барлығы ешқандай қиындықсыз оккупать етіп алды. Мен өзім оккупать етіп алдым. Қарасаңыздар, менде валетте историяда бар. Историяға кіретін болсақ, мен бір предпродажа басында айттым ғой 2 рет болды деп. Біріншісінде 2 тонн салдым мен 12-сі күні. Бак болды, қатыса алмадым предпродажаға, сөйтіп обратно 1,9 тонн шығарып алдым. $1 комиссиясы бар. Одан кейін 17-сі күні тағы предпродажа, пактардың предпродажасы болды. 17-сі күні мен 11 тонн салдым. Ол кезде мен уже қатыстым. Қазір ол уақытқа дейін менде 4,6, 2,7, 3,9, 4,9. Көргендеріңізде осы шығарған тондарым. Былайша айтқан кезде барлығын қосқанда $200 жақын. $120-130, может $200 жақын қосалым. Дәл осылай проект жұмыс жасайды. Біз просто өзіміздің инструменттерімізді майнингқа жібереміз, олар майнинг етеді. Осы үстінде таймерлер тұр ғой, уақыттар. Уақыт біткеннен кейін бізге сол доходты алып келеді. Біз оны базарға апарып сатамыз. Базарда спрос өте жоғары. Мысалы, сіз ресурстарыңызды сатуға қоясыз, сразу сатылып кетеді. Ресурс сатудан бұл жерде былайша айтқан кезде проблема жоқ. Мысалы, прайс көрсек болады. Қазір бір штук алтын 0,038 тонн тұрады екен. Менде корзинаға кіретін болсақ, my listing деген жерде мен қойғам. Басамыз, қайтып қазір жіберіп көрем. Мысалы, sell ресурс басамыз. Мен өзім ресурстарым сатам, яғни менде қазір 330 алтын бар. 330 алтынды мен қаншаға сата алам? 0, жоқ 0 емес, 1. 1/1-ге сата алады екем. Но көргендеріңізде 1/1 тонн болады. Қателеспесем, бізде тез сатылады. Но примерно 2-3 секунд сатылып кету керек. Тоже ботта да менің сатқандарым тұр. Міне көргендеріңізде 1,6 тонға, 1,50 тонға, 1,3 тонға тоже. Только ешқандай инструмент мен крафт етіп жаққан жоқпын. Барлығын, мысалы, пайда түскен пайдамын барлығын дәл қазір сатып жатырмын. Мүмкін 2-3 күнде садақты крафт етем. Сондай ой бар, крафт етем ба деген. Барлығын уақыт көрсетеді. Мүмкін ценалар қатты құламаса, пайдасы жақсы болатын болса, әрине мен крафт етуге тырысам садақты.